Жыл басынан бері Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері әкімшілік құқық бұзушылыққа барғанда қатысты 24 мыңнан астам хаттама толтырған. Әкімшілік полицияның әрбір рейдтік шаралары қоғам ішінде нөлдік шыдамдылық қағидасын қалыптастыру мақсатында жүргізілуде. Әкімшілік полиция инспекторлары мұндай шараларды апта сайын жүргізеді. Қоғамдық жерде темекі шегу, спирттік ішімдікті пайдалану, қоқыс лақтыру, бұзақылық жасау баптары бойынша тәулігіне бірнеше ондаған әкімшілік хаттама толтырылады. Алдын алу шараларын жүргізуге ішкі істер басқармасының қызметкерлеріне полицияның ерікті көмекшілері септеседі. Олар жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарының студенттері. Біз бүгін елбасы нұсқауымен ішкі істер қызметкерлерімен бірлесіп нөлдік шыдам іс-шарасын өткіздік. Біздің іс-шарадағы міндетіміз ол азаматтардың құқықтық мәдениетін жоғарылату және қылмыстық міндеттерін төмендету болды. Петропавлдық полиция қызметкерлері жыл басынан қоғамдық жерде спирттік ішімдік ішкен және мас күйде жүрген 2248 азаматтың үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Елбасының нұсқауын орындай отыра, бүгін біз нөлдік шыдам іс-шараларын өткіздік. Шараларда жастар ұйымдары қатысты. Осы шаралардың алғашқы қойылған мақсаттары қылмыстық деңгейді төмендету және азаматтардың құқықтану мәдениеттерін жоғарылату. Мұндай рейдтік шаралар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Сондай құқық қорғаушылар жазғы демалыс қарсаңында жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылық және балалардың жол үстінде жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтпек. Тоқтар Ғалым, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.